Кім қызының қылығымен сыналса. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өз қыздарының тәрбиесіне ерекше мән беріп, олардың мінез-түзу ісіне жұмсақтық танытып, ерекше мейірімге бөлейтін. Өйткені қыз баласы нәзік жаратылыс, сондықтан оған нәзік мәміле жасау қажет. Әке ретінде айтар болсақ, қызды мейлінше құрметтеп, қамқорлық жасап, орынды сәтте мақтап, сыйлық жасап, көңіл бөліп отырғанның пайдасы көп. Өйткені үйде осындай жылулықты сезінбеген қыз мейірімділікті айналадан емес, айдаладан іздейді. Бала психологиясын зерттеуші ғалымдардың пайымдауынша, ұл қыздың негізгі тәрбиесі 5 жасқа дейін қалыптасады. 5 жастан кейінгі амалдар қайта тәрбиелеу болып саналады екен. Кез келген ғимараттың мықтылығын оның іргетасына байланысты болса, кез келген адамның тәрбиесі оның бала кезінде, яғни 5 жасқа дейін тұла бойына сіңірген тәрбиесіне тікелей байланысты. Қыз аяулы жар, болашақ ана. Халқымыз қызға ерекше құрмет көрсетіп, төрге шығарып, қонағы ретінде ерекше сыйлаған. Жоғарыда айтқанымыздай, қыз баласының жаратылысы бүкіл болмысы нәзік әрі жұмсақ болғандықтан, оның табиғатына сәйкес тәрбиелеуіміз тиіс. Пайғамбарымыздың өз қыздарына деген махаббаты мен қамқорлығы, сүйіспеншілігі мен мейірімі ерекше болатын. Хақ елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кім қыздарының қылығымен сыналса және оларға жақсылық жасаса, қыздары оған тозақ отынан қалқан болады деген. Ғалымдарымыз кім қыздардың қылығымен сыналса және жақсылық жасаса деген хадис мәтінінде, қыз оған қылық көрсетіп қойса және оған төзіп тәрбие беру ісін жалғастырып, яғни жақсылық жасауды тоқтатпаса, сол ата-ана тозақтан құтылады деген тұжырым жасаған. Осы хадисте қыз тәрбиесі өте нәзік мәселе екенін аңғарамыз. Кейде әке тарапынан көрініс берген қатты мінез қыз баланы жүрегін жаралауы мүмкін. Алайда қыз тәрбиесі босаңсытып жіберуге болмайды. Қыз тәрбиесінде даналық жолын ұстанған абзал. Сол даналық жолдың бірі ананың қызға көбірек көңіл бөлуі. Өйткені қыз бала ер кісіден қысылып, жеке өзіне қатысты мәселелерді толық айта алмай қалуы мүмкін. Бұл ретте ананың орны айрықша. Халқымыз шеше көрген тон пішер дейді. Ана өз қызына білім мен тәрбие беріп қана қоймай, оны еңбекке баулиды. Үй істеріне араластырады. Киім тігу, тамақ пісіру, қонақ күту секілді амалдар қыз балаға тән жұмыстар болғандықтан, қызды осы іске жас кезден бастап араластыру қажет. Қыз болашақ ана болғандықтан, оны көбірек отбасылық өмірге баулу керек. Тәрбиесі мен білімі, ісі мен мінезі көркем болған қыз болашақта ана болғанда айналасын ізгілікке үндеп, ұл қыздарын имандылыққа ұйытады. Қыз тәрбиесіне алаңдай білген ата-ана оны тұрмысқа шығуына да ықпал етеді. Көп жағдайда ата-аналар өз қызының кімге, қайда тұрмысқа шығып жатқанынан хабарсыз болып қалады. Бұл үлкен қателік. Қызының болашағын ойлаған ата-ана күйеу баланың өздері ұсынғаны немесе қызымен ақылдасқан абзал. Бұл істе бізге пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өмірін қашанда өнеге. Бірде Әли оған Алла разы болсын, Фатима анамыздың оған Алла разы болсын қолын сұрады. Осы сәтте ардақты пайғамбарымыз Фатимаға барып, анығында Әли сенің есіміңді атады деді. Сонда ол үндемей қалды. Алла елшісі оның үндемей қалуын наразылық білдіргені деп қабылдап, оны Әлиге тұрмысқа берді. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бойжеткеннен рұқсат сұралмайынша некесі қиылмайды дегенде, жанында кісілер оның рұқсат бергені қалай болады деп сұрайды. Сонда ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, үндемеу деп жауап берген. Ардақты пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қыздарына адал жар таңдауда көмектескен. Мәселен, қызы Зейнепті Әбу әл-Ас ибн әл-Рабих әл-Қураши деген кісіге тұрмысқа берген. Ол Меккедегі сенімді, аманатшыл әрі саудагер кісілердің бірі, Хала бин Хуалидтің баласы еді. Меккеде мұндай сипаттағы адам аз болатын. Алайда ислам діні келгенде Зейнеп анамыз әкесіне түскен дінді, исламды қабылдайды. Ал Әбу әл-Әс мүшрик күйінде қалады. Сондықтан екі жұптың арасы ажырайды. Қыздың тағдыры бүкіл қауымның тағдыры. Қазақ халқы қызды 40 үйден тыйып, оның тәрбиесі мен болашағына асқан жауапкершілікпен қараған. Асыл діннен қуат алған халқымыз қыз тәрбиесіне аса мән беріп, оны адал жарыға тұрмысқа шығарып, Алланың разылығына бөлуге асыққан. Абдулла ибн Аббастан жеткен риуаятта ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын былай деген: кімде-кім бір жетімді панасына алып, өзінің тамағына және
сусынына ортақтастырса, кешірілмейтін күнә істеген болса да Алла оны жәннатқа кіргізеді. Кім үш қызы немесе өзінің әпке қарындастарын бағып, қашан Алла оларды мұқтаж болмайтын жағдайға жеткізгенде дейін тәрбие беріп, мейіріміне бөлесе, Алла оған жәннатқа кіруді уәжіп етеді. Сонда бір кісі: «О Алланың елшісі, екеу болса да ма?» деді. Ол: «Екеу болса да» деді. Егер олар «Біреу болса да ма?» деп сұрағанда, Алла елшісі: «Біреу болса да» деп жауап берер еді. Алла тағала баршамызға ұл қыздарымыздың тәрбиелеуді, даналық жолын ұстануды нәсіп еткей. Әмин.